Сәлеметсіздер ме, 2-ші сынып оқушылары? Математика сабағына қош келдіңдер. Бөлім бойынша тақырып көбейту және бөлу есепте. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бес санны көбейту және бөлу кестесін құрастыру. Осы сабақта сендер бес санны көбейту және бөлу кестесін құрастыруды үйренесің. Бағалау критерийлері: бес санны көбейту және бөлу кестесін құрастырасың. Көбейту және бөлу кестесіне сүйене отырып, өрнек құрып, мәнін табасың. Оқушылар, суретке қарайықшы. Суретті бір сөзбен айтып беріңдер. Бұл күн тәртібі. Оқушылар, бүгінгі ортақ тақырыбымыз күн тәртібі. Бірінші тапсырма. Есепте жауаптарды өз суретімен орналастырсаң, Әлияның күн тәртібімен танысасың. Олай болса, есептейік. 18 бөлінген 9 тең 2. 14 бөлу 2 тең 7. 18 бөлу 3 тең 6. 15 бөлу 3 тең 5. 27 бөлу 9 тең 3. 32 бөлу 8 тең 4. 16 бөлу 2 тең 8. Балалар, өз суретімен орналастырғанда 2-ден 8 аралығында сан шығады. Жарайсыңдар, сендер Әлияның күн тәртібімен таныстыңдар. Екінші тапсырмаға қарайықшы. Сырымның әрбір секірінде 5 бірлік бар. 2-3 секірінде неше бірлік бар? Сырым бір секіргенде 5 бірлік. 2 секіргенде 10 бірлік. 3 секіргенде 15 бірлік. 4 секіргенде 20 бірлік. 5 секіргенде 25 бірлік. 6 секіргенде 30 бірлік. 7 секіргенде 35 бірлік. 8 секіргенде 40 бірлік. 9 секіргенде 45 бірлік. 10 секіргенде 50 бірлік болды. Жарайсыңдар, біз сырымның әрбір секірін есептеу арқылы біз көбейту кестесімен таныстық. Қарап отырсаңдар, оқушылар, көбейту кестесіне қарама-қарсы бірлік ол бөлу кестесі. Яғни 5 бөлінген 5 тең 1. 10 бөлу 5 тең 2. Осылай тізім бөлу амалымен қайталана береді. Кәнеки тапсырма орындайық. Кестеге қара. 5 санны көбейту және бөлу кестесіндегі әрбір бағанды толықтыр. Оқушылар, біз көбейту кестесімен таныстық. Бұл тапсырманы өзіміз орындап көрейік.
Және де мына сұраққа жауап берейік. Неліктен 5 көбейту 5 өрнегінен бастап жазылған? Жарайсыңдар оқушылар. Есепті дәл осылай шығарды деген ойдамын. Жауаптарына мұшылар. Неліктен 5 көбейту 5 өрнегінен бастап жазылған? 4-ке дейінгі көбейту және бөлуді білеміз. 4 көбейту 5 тең 20, 5 көбейту 4 тең 20. Кәнеки үшінші тапсырмада есептерге өрнек құрастыр делінген. Сырым таңертеңгілік жаттығудың 6 түрінің әрбірін 5 реттен жасады. Сырым барлығы неше жаттығу жасады? Кәнеки оқушылар, біз сырымның жаттығуын есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жаттығуды 5 реттен жасаған екен. Олай болса, жауабы 30. Біз 6 көбейту 5 тең 30. Біз көбейту арқылы сырымның барлық жаттығуларын санадық. Жарайсыңдар. Төмендегі өрнектерді пайдаланып, теңдіктер мен теңсіздіктер құрастырыңдар. Бұл өзіндік жұмыс тапсырмасы. Кәнеки оқушылар, ойланып көрейік. Оқушылар, мен сендерге теңдік және теңсіздіктің бір дұрыс жауабын көрсетемін. Оқушылар, қалған бөлігін сендер өздерің есептеп шығасыңдар. Теңдік 5 көбейту 1 тең 20 бөлу 4. Екі өрнегіміз тең екен. Теңсіздік 5 көбейту 9 үлкен 5 бөлінген 3-тен. Олай болса оқушылар, қалған бөлігін өздерің есептеп шығатын боласыңдар. 5-ші тапсырма. Суретке қарап, гантельдің массасын анықта. Кәнеки, біз бірінші гантельдің массасын анықтайықшы. Оқушылар, ал сенде өздерің екінші гантельдің массасын анықтайтын боласыңдар. Бірінші гантельдің массасын анықтаймыз. Оқушылар, жауабын қарайық. 3 көбейту 4, 12. Біз бар гантельдің массасын есептеп алдық. Ал 12-ден азайтамыз 2-ні тең 10. Біз гантельдің массасын анықтап алдық. Гантельдің массасы 10 килограмм. Есіңе сақта. Көбейту кестесін жадқа жаттап ал. Және де бөлу кестесінде ұмытпа. Қорытынды. Бүгін сен сабақта 5 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыра алдың. Көбейту және бөлу кестесіне сүйене отырып, өрнек құрып, мәнін таба аласың. Кәнеки оқушылар, кері байланыс жасайық. 5-тік байланыс. Әр саусақтың өзінің орны бар. Солар бойынша өз ойларыңды айтасыңдар. Бас бармақ
Мен үшін сабақ қызықты болды. Сұқ саусақ маған қиын болды. Ортаңғы саусақ маған түсінікті болмады. Төртінші саусақ менің көңіл күйім. Бесінші саусақ менің пікірім. Оқушылар, комментарийға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Сау, сәлеметті болыңдар. Келесі кездескенше.